Сәлеметсіздерме, құрметті қымбатты Тару әлемнің көрермендері және қонақтары. Бүгін сіздерге қазақша пассианс ұсынамын. 21 мамырдан 31 мамырға шаян белгісі не күтеді. Соны қарайтын боламыз. Колодадан 5 карта шығарамын және квадрат жасаймын. Сәйкес келген сурет бізде жағдайды білдіретін болады. Сол событияны білдіреді. Арнада мамыр айының болжамы бар және апталық жорамал бар. Осы болжамдарды да өтіп қараңыз, өтініш. Сонымен болжамымызды бастайық. Шаяндарды 10 күнде не күтеді, қарайық бірге. 21 мамырдан 31 мамырға шаян белгісі не күтеді. 21 мамырдан 31 мамырға дейін шаян белгісін қандай жағдай күтеді, қандай события күтеді. 21 мамырдан 31 мамырға шаян белгісін не күтеді. Егер мен байқамай қалсам, суретті сіз тауып алсаңыз, маған жазыңыз, комментарийға жауабын айтамын міндетті түрде. Сонымен қарайық, бірге іздейік, табайық, қандай жағдай күтеді шаяндарды осы 10 күнде. Сәйкес келген сурет көріп тұрған жоқпын. Бір минут олай қойық кішкене. Қазір бір минут. Сәйкес келген. Сіздерге бірінші сәйкес келді, өте жақсы белгі. Сізге гүл сәйкес келді. Келесі сәйкес келген. Үйрек сәйкес келді сіздерге. Так, басқа. Так, басқа көріп тұрған жоқпын. Ит сәйкес келді сіздерге. Ит сәйкес келді. Ит сәйкес келді. Келесі. Басқа. Әйел сәйкес келді. Көп жағдай жоқ сіздерде. Так, бір минут қазір. Так, қазір бір минут. Гитара сәйкес келді сіздерге осында. Гитара сәйкес келді. Қазір бір минут. Так, гитара сәйкес келді. Басқа. Так, басқа. Жақсыны табайық, жаманнан құтылайық. Бір кездейік. Жақсы белгілерді барлығы көрініп тұрған ойдамын. Так, қазір тағы да бір минут. Қазір кешіріңіз. Сонымен сәйкес келген. Бірінші кілт сәйкес келмеді сіздерге. Күнішке келесі якір сәйкес келмеді. Якір сәйкес келмеді. Кілт сәйкес келмеді. Ақша сәйкес келмеді. Балық бір жартысы осында. Балықтың екінші жартысы. Балықтың екінші жартысын осында сәйкес келмеді. Ойыншық сәйкес келмеді. Мишень бір жартысы осында. Екінші жартысы. Мишеннің екінші жартысы. Мишеннің екінші жартысы. Қайда? Мишеннің екінші жартысын осында сәйкес келмеді. Күн жақсы белгі сәйкес келмеді. Колесо бір жартысы осында, екі жартысы осында сәйкес келмеді. Басқа қандай?
Так, басқа мен көріп тұрған жоқпын. Аққу 1 жарты сосы 2 жарты сосында сәйкес келмеді. Бұлай сәйкестендіруге болады. Мұнда жоқ, мұнда жоқ, мұнда жоқ, мұнда жоқ, жоқ. Бұлай сәйкестендіруге болады. Так, келмеді. Мұнда сәйкес келмеді. Мұнда сәйкес келмеді. Суда да сәйкес көріп тұрған жоқпын. Егер тауып алсаң, сәйкес келген белгіні маған жазып кетіңіз, міндетті түрде айтамын жауабын. Сонымен қарайық. Сәйкес келген белгіден мынау 2 түрлі. Сәйкес келгендерден сіздерге ең бірінші жағдай ол бізде сәйкес келген. Бірізде мамырдың 21-22-сінде сізде жоқ ештеңке. Бірінші сәйкес келген ол гитара сәйкес келді. Гитара бізде сіз достарыңызбен жақсы көңіл өткізесіз. Ол бізде бірге ән айтасыз, бір жаққа барасыз, мереке тойлайсыз, немесе сіз жаңа хобби болады сізде, сіз өзіңіздің хобби табасыз, сізге гитарамен ойнау деген секілді, немесе сізге бір адам, сізге досыңыз сізге гитара сыйлайды. Осындай аспап сыйлайды сізге. Одан кейін сізге бірінші тағы сәйкес келген ол гүл сәйкес келді. Гүл бізде махаббатты білдіреді. Біреу сізге өзінің сезімін айтады. Немесе сіз біреуге сезіміңізді білдіресіз, ол махаббатты білдіреді. Біреу гүл сыйлай ма, сізге өте жағымды, жақсы белгіге жатады. Одан кейін сізге утка түсті. Утка ол біреу сізге опасыздық жасауы мүмкін. Мамырдың 25-і аралығында адамдарға сенбеңіз. Айналадағы жұмыста болсын, жеке өміріңізде болсын, біреу сізге қастандық жасай ма, алдай ма, сізге жалған ақпарат келе ма, аласыз. Сондай сізде жағдай болуы мүмкін. Мамырдың 25-26 аралығында. Келесі сізге сәйкес келген ол ит сәйкес келді. Ит ол бізде достықты білдіреді, адал достықты білдіреді. Сіз досыңызбен кездесесіз бе? Мамырдың аяғында 28-29 аралығында сіздің адал досыңызды білдіреді. Адал достықты білдіреді. Және сізге әйел түсті. Әйел ол жаңа танысуды білдіреді. Жаңа адам келеді өміріңізге. Әйел адам жаңа бір танысуға, кездесуге барасыз. Жаңа адаммен кездесесіз, танысасыз. Осындай сізді 10 күн күтеді. Шаяндар, егер басқа белгі тауып алсаңыз жазып кетіңіз. Комментарияда жауабын айтамын. Арнаға жазыңыз, пікіріңізді қалдырыңыз, лайк басып отырыңыздар, құрметті көрермендер. Келесі видеоға аман сау болыңыздар.